Қазақ ауылына барсаң, алдымен бір нәрсе көзге түседі. Үйге кірген қонаққа дастархан жайылып, самауырын қайнап тұрады. Кейде өзі ішпей жүрген дәмді де қонаққа ұсынады. Қазақ үшін бұл қалыпты жағдай. Өйткені қонақ келсе, құт келеді деген сенім бар. Көршілес Қырғызстанда да қонақ жайлылық ерекше құрметке ие. Олар келген кісіге төрден орын бер дейді. Өзбектер дастархан сәнімен танымал. Бауырсақ, палау, тәттісін алдына тосады. Бірақ қазақтағы қонақ жайлылықтың бір өзгеше жылуы бар сияқты. Бұл жай ғана ас емес, бұл көңілдің кеңдігі, сенімнің көрінісі. Өйткені көшпенді өмірде қонақ, жолаушы, жолсерік, тіпті амандықтың кепілі болған. Сол үшін бейтанысқа да үйдің есігі ашық тұрған. Сіз қалай ойлайсыз, қонақ жайлылықты сақтаған халықтың болашағы да кең пейілді, мейірімді бола ма?